Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен беляшидің рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын арнама жазылып лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Жылы сүттің үстіне жылы суды құйып араластырамыз. Тоз, құмшекер және дрожж қосамыз. Енді ерітілген сары май немесе пісе майды қосып араластырамыз. Үстіне жұмыртқаны салып тағы да араластырып аламыз. Енді үстіне ұн қосып жұмсақ қамыр илейміз. Ыдысымызға салып бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Енді көтерілген қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Мен 80 граммнан қамырды барлығын бірдей етіп бөліп алдым. Сіздер беляшидің үлкен болғанын қаласаңыздар, 90 немесе 100 граммнан бөліп шықсаңыздар болады. Енді беляшидің салмасын дайындаймыз. Фарштың үстіне пиязды, тұз, пересті қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырды жұқа қылып жаю керек, себебі беляшиді пісіріп жатқанда қамыр көтеріледі, яғни іші шикі болып қалуы мүмкін. Жайған қамырымызға салмамызды салып, видеодағыдай түйіп шығамыз. Түйгенде тесігін кішкентай қылуға тырысыңыздар. Енді беляшиімізді қызып тұрған майда екі жағынан пісіріп аламыз. Осымен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын беляшиіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен жұмыртқасыз беляшиді дайындап көрдім, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаса лайк басып арнама жазылып кетіңіздер, әлде көп рецептер болады.